Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қатпарлы тамшы тәрізді самсаның рецептін бөліскім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Енді біз қатпарлы қамырымызды дайындаймыз. Жылы суға тұзымызды саламыз. Електен ұнымызды өткізіп алып саламыз. Қасықтың көмегімен араластырамыз жақсылап. Бұл жерде ұнның жартысын ғана салдық. Екінші бөлігін кешірек саламыз. Осылай араластырып аламыз. Енді ұнымыздың қалғанын салып, қолымызбен қамырды жақсылап, басын біріктіріп, жұмсақ етіп илейміз. Қолымызбен жақсылап қамырымызды жақсылап бастырып аламыз. Бетін жауып, қамырды тұндырып қойып қоямыз. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жұқалап жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп осылай видеодағыдай жайып аламыз. Және екі зуаланды осылай жайып аламыз. Енді бізге еріп тұрған сары майымызды осылай жайып алған қамырымыздың бетіне тегістеп жағып шығамыз. Оның үстіне екінші жайылған қамырымызды жабамыз. Оған да сары майды жағып шығамыз. Және үшінші қамырды да осылай бетіне жайып, тағы да сары май жағып шығып ораймыз. Өстіп орап, ыдысымызға салып, бетін жауып, холодильникке қойып қоямыз. Енді ішіне салатын начинкамызды дайындаймыз. Фарш, пиязымызды саламыз. Картошка татымына қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш. Барлығын жақсылап араластырып, начинкасын дайындап қоямыз. Енді мінекей қамырымыз дайын болды. Керек бөлшектерге бөліп аламыз. Видеодағыдай бөліп аламыз бәрін. Әр бөлшекке бөлінген қамырымыздың барлығын жайып аламыз. Енді самсамыздың формасын жасаймыз. Тамшы тәрізді. Ішіне начинкамызды салып, видеоға жақсылап қараңыздар. Жоғарғы жағын дөңгелектеп, осылай жинап, жабыстырып шығамыз қамырды. Төменгі жағын ұзыншалау етіп, үшбұрыштап, тамшы тәрізді қылып жабыстырып, самсамыздың формасын осылай шығарамыз. Аударып қойып қоямыз. Түсінікті болу үшін тағы бір-екі рет көрсетіп жіберейін. Фаршымызды саламыз ішіне начинкамызды, жоғарғы жағын дөңгелектеп, қамырымызды жинап жабыстырып шығамыз. Және астыңғы жағын тамшы тәрізді үшбұрыштап жабыстырып шығамыз. Самсамызды аударып қоямыз. Барлық жайылған қамырымызды осылай самсаның формасын жасап
шығамыз. Енді пергамент төселген ыдысымызға бәрін салып, бетіне жұмыртқаның саршы және сүтті жағып күнжіт себеміз. Духовкаға 170 градусқа 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Самса өте қатырлақ, дәмді болып шықты. Ішінің бәрі пісті. Мінекей достар, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жанар.